Ләлә, не істеп жатсың сен? Бәріне сәлем, сіздермен Әсел. Менің парақшама қош келдіңіздер. Бұл влогта күйеуімнің туған күні және де 7 мамыр Гвардейскийда өткен концерт туралы болады. Туған күнге орай өзім торт пісірдім, бірақ ол торт пісіратын торт емес, духовкасыз кәдімгі вупи пай. Бірінші рет жасап көрдім, осындай печеньяны үгітіп алдым. Және де сары май қостым. Сол ертілген сары майға араластырып, менде осындай қалып бар еді, соған салдым. Одан кейін вареная сгущенка, мына видеода көрсетілгендей, соны үстіне жағып, және де бананды турап алдым. Одан кейін бетіне осылай тізбектеп қойып шықтым. Креміне осындай сливки 33% миксерлеп аламыз. Крем пайда болды. Осындай дайын қалташаға салып алып, бетіне осылай тамшылатып шығамыз. Сонымызбен тортымыз дайын, енді холодильникке салып қоямыз. Мінекей осындай болды. Мына жақта мыналар көмектесіп жатыр маған. Мінекей 4 мамыр сағат 12 уақыты. Ал, айтыңдар. Happy birthday to you, туған күніңмен. Туған күніңмен. Не, Дженс деген жазуы бар ешім. Қайда? Вот. Татыр өрлеме тұрады. Көріп тұрсың ба? Кімнің туған күні бүгін? Папаның. Ал, айтыңдар өлең. Туған күніңменен. Айтын, папаңа қандай подарка алып бересің? Жип? Жип алып бересің ба? Қандай түстен? Түсі қандай? Қара алып бересің ба? Қызыл емес па? Қара, иә? Әрі. Çay da Papam çay içiyor. Şakalar. Şakalar. Papana şaka. Şaka. Kırganın sol kırışka. İyi o çay diye. Так, осылай киініп алдым. Енді паркке барамыз. Гвардейскийда 7 мамыр күні орталық паркте, сол Сағадат Нұрмағамбетов атындағы паркте концерт ұйымдастырылды. Соған біз шықтық осылай отбасымызбен. Мінекей осы паркке келдік. Адамдар уже жиналып алыпты. Мына жерден өттік. Адам көп болды. Көбісі парадный форма киіп алыпты. Жеңіс снарядтан шыққандықтан кимеді. Біз бардық, барғаннан кейін бір 10-20 минуттан кейін концертіміз басталды. Проститесь! Армысыздар мырзалар! Армысыздар мырзалар! Бүгінгі отан қорғаушылар күні құтты болсын!
Как будто вас это с постели не вытащили. Просто тело притащили, а душа там где-то гуляет. Қосқан ардагерлердің, олардың ізін жалғаған жау жүрек ұлдардың, абыройы асқақ азаматтардың мерекесі. ендеше егеменді еліміздің отын сөндірмей қорғаныс жүйемізді бекем ұстап келе жатқан барлық азаматтар мен азаматшаларды бүгінгі төл мерекемен шын жүректен құттықтаймыз. 7 мамыр Қазақстан Республикасы отан қорғаушылар күні мерекесіне арналған салтанатты жиын ашық деп жариялансын. Сол күні балаларға осындай машиналар әкеп қойыпты. Пультпен жүретін 15 минуттан 500 теңге. Және де шашлық сатылды, көптеген ойыншықтар, мороженое, сусындар сатылды сол орталықта. Жақсылық жақтаған, қасиет қаптаған, жігіті қазақтың мәрт адам. Поступок смелый, ведь такова жизнь офицера. Офицеры Казахстана только лучшие в строю. Офицерам Казахстана. Мені шын ғашық етті сендегі табандылық. Қазақтың қадамын, әлия мәншіктің әзімі. Ойнаған достар барда шуақ шашқан жайлы күндей болған. Ыңғасын талмайды ма қанаттарың. Етің аумағайсың, аяң оның балғадайсың. Назым қайда неге жаным оңайды. Мен сүйгім келді шіркін, құшақта жылу барда. Біз осы отардамыз, бақытпен атанғанбыз. Әскерде қастер тұк-тұк болған судан жау. Намысты қаптатпайтын қазақпыз қаһарманбыз. Отан қорғаушыларға арналған концерт аяқталды 7:30-да. Концерт өте күшті өтті. Неше түрлі әншілер, бишілер болды. Кішкентай балалар өлең айтты. Жақсы эмоциямен үйге қайттық. Және де мына жерде біз паркте отырмыз. Демалып алайық деп содамен улап-шулап үйімізге қайттық. Мынау орталық, мына жерде бізде таксистер тұрады. Және 7 мамырға күйеуіме берген сыйлығым туалетная вода Антонио Бандерас Blue деген алып бердім. Өзіне ұнады. Ал енді бұл влогтың соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сұрақтарыңыз болса комментарияға жазып кетіңіздер. Сау болыңыздар, келесі видеода кездескенше.